Сәлем достар! Миға арналған жаттығулар жасап, зейінімізді арттырайық. Ал, бастаймыз! Бірінші жаттығу Шульте кестесі. Шарты: ортадағы санға қарап, өсу ретімен, көздің қырымен атап шығу керек. Шульте кестесі адамның зейінін шоғырландыруға көмектеседі. Бастапқыда аз саннан бастап, кейін 25, 50, 100-ге дейін жаттығуға болады. Нәтижесінде адам көптеген ақпараттардың негізгі түпкі ойын түсініп, маңызды ақпаратты сүзгілеуді үйренеді. Екінші жаттығу түрлі түсті мәтін. Шарты: сөзді оқымай, түсін атау керек. Бұл жаттығуды жақсы меңгергеннен кейін күрделендіруге болады. Түсін атаймыз, сөзді оқимыз. Түсін атаймыз, сөзді оқимыз. Үшінші жаттығу нейрожаттығу. Шарты: бір мезетте екі түрлі қимылдар жасау. Төртінші жаттығу синхронды жазу. Екі қолмен әртүрлі фигураны салу. Мұндай жаттығулар адамның сол жақ және оң жақ ми бөліктерінің жұмысын жақсартып, ақпаратты тез қабылдап және өңдеуге үйретеді. Бесінші жаттығу есте сақтау. Шарты: берілген сурет немесе сөздерге 1 минут қарап, кейін ретін, атын есте сақтап айту керек. Алтыншы жаттығу ассоциация. Берілген сурет сөзге теріс сұрақ қою. Достым, мұндай ойындар сенің зейініңді арта отырып, ойлау қабілетіңді дамытады және де өз ойыңды дәлелдеуді үйретеді. Жетінші жаттығу көңілді мәтіндер. Бір мәтінді әртүрлі формада оқу. Ғалымдардың дәлелі бойынша, нағыз осындай жаттығулар кітап оқу адамның миының дамуына септігін тигізіп, зейінін арттырады. Достар, бүгінгі жаттығулар сендерге ұнады деп сенеміз. Ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Сау бол!